Жетісу облысында көкпардан жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр. Байрақты бәсекенің алғашқы күндері-ақ сенсациялық нәтижелер тіркеліп, көпшіліктің таң қалдырып жатыр. Анық-қанығын жарыстың бастығы қасында жүрген әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Солтүстік жігіттері сенсация жасады. Дәл қазір Жетісу жерінде, нақтырақ айтқанда Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласында көкпардан жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр, және осы артта қалған 3 жарыс күнінің қорытындысы бойынша сенсациялық жаңалық деп осы солтүстік Қазақстан облысынан келген команданың нәтижелерін айтуға болады. Біраз жылдар бойы Қазақстан чемпионаттарына қатыспай, жалпы мынау ішкі біріншіліктерден қол үзіп қалған команда кейін, яғни былтыр және биыл тұрақты түрде және толық құрамда осы ішкі жарыстарға қатысып жатыр, және алғашқы турда олар Алматы қаласының командасымен кездескен болатын, яғни көкпар спорты, жалпы ұлттық спорттарымыз әлдеқайда дамыған деген осы оңтүстік аймақтардың жігіттерін 6-1 есебімен жеңді. Оның ішінде Диас Нұрғазин 3 мәрте, Ерназар Қалиев, Арыстанбек Маханов және Алмас Зайдулин 1 мәртеден салым салды, және 6-1 деген, яғни ірі есеп айырмасымен жеңіске жетті. Бұл енді солтүстік Қазақстан облысы осыған дейінде біраз жылдар болған еді, жақсы ойнап жүрген. Бұл жерде кешегі ойнап атқан Еркебұлан деген жігіттер, қазір мынау Диас деген жігіттер ойнап жатыр ғой. Осылардың бәрі солтүстік Қазақстан облысын биыл сенсация қылып, Алматы қаласын кеше жеңіп кеткен жағдайы бар. Солтүстік Қазақстан облысында кішкене бір үзілістер болды. Не себептермен екенін оны білмедік, бірақ биылғы чемпионатқа түгелдей жақсы құрамда келіп, кеше жақсы өнер көрсетті. Жеребе тарту нәтижесінде солтүстік Қазақстан облысы С тобына түсті. Ол жерде осы солтүстіктің жігіттерінен бөлек Атырау облысының, Жамбыл облысының, Қостанай облысының және жоғарыда айтқан Алматы қаласының командалары бар. Бәсекелестік өте жоғары болғалы тұр, десе де жігіттер барында жанында салып осы топтан шығуға, яғни плей-офф кезеңіне жолдама алуға тырысамыз дейді. Бәрі біздің ағайымыз Бейбіт Амангелдинов Айтбайұлының арқасында, сол кісінің қолдауымен, сол кісінің біздің жаттықтыруымен, сол кісінің арқасында, сол кісінің тактикасы бәрі. Сол кісі бізге бәрімізді қолдап, атымызды алып беріп, атымызды қарастырып, балаларымызды жан-жақтан шақырып, балаларымызды бәрін реттеп, командамызды бәрін қойып, сол кісінің арқасы. Жалпы солтүстік бізде дамып жатыр, көкпар жағына жақсы қарастырып жатыр, атымызға, палуандарымызға көмек жақсы беріп жатыр. Соған иншалла Алла жазса алда жеңіске ұмтылыс бар бізде. Жалпы солтүстік аймақтарда тек осы солтүстік Қазақстан облысы емес, Ақмола облысы бар, Қостанай облысы бар. Осы көкпар спорты бертін келе жанданып, жаңа деңгейге бір жақсы даму қарқынына көшкендігі қуантады. Әсіресе жергілікті кәсіпкерлер бар, қалталы азаматтар бар, ұлттық спорт жанашырлары бар. Олар да өз қалталарынан инвестиция қойып, барынша қолдау танытып жатыр. Соның арқасында осы жергілікті жігіттер және жергілікті аттар осындай Қазақстан чемпионаты және басқа да әртүрлі деңгейдегі жарыстарға тұрақты қатысып, шеберлігін шыңдап, тәжірибесін толықтыруға мүмкіндік алды. Және енді негізгі мақсат дәл осы жігіттердің арасынан ұлттық құраманың мүшелерін шығару, яғни алдағы халықаралық, құрлықтық және енді көшпенділер ойындары деген жылдың басты жарысы бар. Соған қатысатын ұлттық құрама жасақталады. Соған осы солтүстік аймақтардан да жігіттер болсын, жылқылар болсын, ұлттық құрамаға қосылып, ел намысын қорғауға мүмкіндік алса деген талпыныстары, ниеттері бар, және осы мақсатта қазір қызу жұмыстанып жатыр. Сондықтан енді барлық қатысушыларға, тек осы солтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне емес, жалпы 19 команда өнер көрсетіп жатыр. Барлық қатысушыларға тек қана сәттілік тілейміз, және енді 9 мамырға дейін жалғасатын осы ішкі біріншілік ойдағыдай өтіп, нағыз мықты жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Аслан Қаженов, Жеңіс Әбдірешев, 24 KZ, Талдықорған, Жетісу облысы.